Экспорттық әлеуетіміз артып келеді. Өткен жылдың өзінде 90-нан аса өнеркәсіп бәйтерек холдингіне қарасты Қазақ экспорт компаниясының қолдауымен алыс жақын шетел нарығына шығуға мүмкіндік алды. Осы мақсатқа шамамен 200 миллиард теңге қарастырылған. Ал биыл мемлекеттік қолдау одан сайын артады. Сәйкесінше сыртқа тасымалданатын тауар көлемі де айтарлықтай өседі дейді мамандар. Дәл осы кондитерлік компания елімізде кеңінен танымал. Оның тәттілерін бертін келе ТМД елдері, одан кейін Қытай мен Германия, тіпті Моңғолия жұрты да сатып ала бастады. Өйткені бәйтерек холдингіне қарасты Қазақ экспорт компаниясы жан-жақты қолдау танытып жатыр. Основной вид деятельности нашей фабрики. Біздің фабрикада кондитерлік өнімдердің түр-түрі жасалады. Оның ішінде кәмпиттер, печеньелер, вафлилер, тіпті халва да бар. Сұраныс артты, сәйкесінше жұмыс та жеткілікті. Қостанайдағы агрохолдингте Қазақ экспорт компаниясынан 4 миллиард теңге қолдау алып, өнімдерін Қытай, Ресей, Өзбекстан және Иранға шығара бастады. Мы начинали с 3000 голов. Бастапқыда 3000 бас сиырымыз болған. Бертін келе оның көлемін 5000-ға, одан кейін 12000-ға жеткіздік. Ал қазір ірі қара мал саны 20000 болды. Сәйкесінше бұл еліміздегі ең ірі бордақылау алаңы саналады. Қазақ экспорт компаниясы дәл осылай былтыр 93 компанияны, оның ішінде 26 жаңадан қосылған экспорттаушыны қолдаған. Ал биылғы жоспар одан да асып түсу дейді мамандар. Екі еншілес компаниямыз экспортты қолдау көрсетеді. Ол Даму банкі және Қазақ экспорт компаниясы. Биыл біз 210 миллиард теңгеге мемлекеттік кепіл қабылдайын деп отырмыз. Яғни сол арқылы ірі жобаларды, ірі мәмілелерді қолдауға мүмкіндік береді. Бәйтерек холдингі әсіресе осы жаңа компанияларды тартып экспорт әлеуетін арттыруға ерекше екпін жасап отыр. Аслан Қаженов, Асқат Қарағошиев, Хабар 24.